Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Берекелі асханама. Мінекей мен сіздермен бүгін қытырлақ кетіп шығатын самса дайындап шығарамыз. Мінекей ұнымды електен өткізіп, үстіне азғантай тұз салдым. 2 қасық сұйық май қостым. 500 грамм су құйдым. Мінекей осылай илеп рецептін описаниесіне қалдырамын. Менен алыстап кетпеңіздер каналдан. Мінекей жақсылап илейміз тестамызды. Осылай 5 минуттан көп илеп шығамын қамырымыз әрине илеген сайын керемет болып шығады. Осылай бетін жауып демалдырып қоямыз. Мен жарты сағаттан кейін тағы бір иледім осылай. 2 рет илесеңіздер жарты сағаттан кейін 15 минут тындырып қойып илесеңіздер де болады. Қамырымыз әрине илеген сайын әдемі болып шығатын себепті мен осылай қамырымды қайталап илеп осылай қытырлақ әдемі жұмсақ тестам шығарды дайын болып. Каналдан алыстап кетпей қоңырау шаны басып өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер комментарияға. Мінекей 20 минут өткеннен тестамды осылай 2-ге бөліп алдым. Екіге бөліп, бірде етіп 15 минут қойып қоямыз. Мен бізге сармайымды жақсылап қайнатып алдым. Өйткені қайнататын себебі су жуу керек маргариннің. Тестамызды осылай жайғастырар. Әрине тестам жабыспау үшін арасында ұлпа сұйық қойыңыздар. Менің тестам әдемі болған соң ұлпаны аз септім. Сағымды сүйіп столыңызды жұқап жая бересіздер. Әрине тестаны жайып жатқанда ортасына қолымызды көп апармаймыз. 2 шетіне қолымыз жүргізіп отырамыз. Қамырымызды жайып алдым, біреуін, екіншісін бастаймын. Бұны да солай жаясыздар. Шешектерін жайып, қолмен басып аламыз. Енді оқтаудың көмегімен жая береміз. Осылай жақсылап жайып тестамыз әдемі болғаннан кейін өзіне өзі жайыла береді.
жерде жағып шығасыздар. Üstüne екінші тестаны қойып осылай жасап алдым. Сіздер отдельно жайсаңыз, орайсаңыз да қызылар қойып тестаны. Мен осы екеуін бір-біріне біріктіріп осылай жағып шықтым. Мен бұл жерде маргарин қолданған жоқпын. Сармай қолдандым. Сармайым өте жақсы болғаннан тестамыз да әдемі шықты. Өте осылай жарап шығасыздар. Мешокқа салып морозильникке демалдырып қоямыз. Осылай қолдарыңыз өз уақытта осылай дайындап морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Қонақ келгенде жасай беретіндей. Мен морозильниктен шығардым, ерітіп алдым. Тестамды осылай бірге кесіп шықтым. Мен бұл жерде 41 штук кешірім сұраймын, 41 штук шықты. Самсамыздың дәмдеушілер қостым, фаршпен пиязымызға тұзымды салып осылай жайып шығасыздар. Өте дәмді шығады, балаларға да ұнайды. Қонағың келсе де керемет самса шығады. Мен өте үлкен жасаған жоқпын. Қонақ келгенде дастарханға салу үшін сол шағын самса жасап шығардым. Мен тапаның астына пергамент қойып алдым, өйткені самсамыз астына жабысып, фатамызды жуып отырмаймыз. Сол үшін фольга төседім астына пергаментімізді. Бір жұмыртқаны осылай бетіне жағып шығасыздар. Бетіне кунжут салсаңыздар да болады, мак салсаңыздар да болады. Осылай салып шықтым. Газге салып 40 минутта пісіріп алдым. Менің болғандарыңызға рахмет. Әдемі қытырлақ самса шықты. Өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын комментарияға. Менің болғандарыңызға рахмет. Менің асты да әдемі болып түсті.